Ернар. Оразбай. Іңкәр. Әлібек. Жастарыңыз? 16. 17-ге толдым. Осы айда 16-ға толам. 16-тан. Таңдау пәндеріңіз? Физмат. Физмат. Барлығымыз физмат. Алматы сапары қалай ұнады ма? Өте Өте керемет. Алматы сапарындағы 3 қызықты история. Так, үш қызықты история. Видео. Шо, типа история. Өте қызықты. Жоқ, Мегада болған кезде біз деген ішінен деген жоғалып кете жаздадық да, сосын мен деген телефон зарядке қойып кетіп, Айшатапай шақырып алып деген шақырып біз кетіп қалдық. Потом автобусда келатқан кезде телефонымды іздесем, қалтамда телефоным жоқ. Оказывается, я Мегада зарядке сонымен сақ кеткенмін. Сосын жаңа Магнумның қасынан сақ кетті, өзім машинамен Мегаға қайтып барып телефонымызды алып та қайтып келдік. қайтып келдік. Сол. Пойызда қалай қызықты ойындар ойнадыңдар ма? Күшті болды ма? Активити болды. Алпылық. Бізден сосын жұпарнашып сұрады. Әрине, дұрыс айтады. Қуаныш міндетті түрде. Уны болмаса бар ғой, ішіп сөйлетін едік. Айша, рахмет. Өзім айтатқаным. Кімге рахмет? Айша. Оны берген адамға. Осы уны болмаса, білмеймін, пойызды нелермен. Активити ойнадық қой, қыспайды? Иә. Басын барады. Сосын нелермен, дембелдермен ойнадық. Дембелдермен. Осы тағы да бір қызықты оқиға, Оразбайдың туған күнін пойызда отмечать еттік. Оразбай 17-ге толды уже. Шал болды дегендей. Қасымызда дембелдер болды, сосын армиядан келатқандар. Солармен бірге тойлап, құттықтадық Оразбайды. Торттың кішкене болса да бетіне кремін жақтық, сонымен дейін. Сосын мен ол кремді Динардың шашына жақтым. Ага. Хорошо. Сізге лучшее впечатление произвели 3 университета. Топ-3 университета, которые вам понравились. Казгасар, МУИТ. Давай еще раз. Топ-3 университета. Казгасар, МУИТ и, наверное... Так, что может? Фараби. Нархоз. Или Сатпаева даже. Для вас? Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Қазақ ұлттық аграрлық университеті сонымен қатар азаматтық авиация. Сіз үшін? Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті. МУИ. Сосын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, сосын нархоз. Маған Казну, әрине, үлкен болғандықтан, сосын Казнаудың микробиология факультеті өте қатты ұнады, және де ең өзіме ұнап қалғаны ол МУИТ. Международный университет информационных технологий. Қандай впечатлениемен келдіңіздер? Мақсаттарыңыз өзгерді ма? Таңдау пәндеріңіз өзгерді ма? Или шетелге кетем, басқа қандай ощущениеде келдіңіздер? Басқа пландар өзгерді ма жалпы осынан кеткен кезде? Келген кездегі пландар? Алматыға барып жаңа университет көрген кезде өзімізге мотивация алып келдік. Сосын жалпы толық мәлімет алдық осы мамандығымыз туралы. Бұл бізге профориентацияға өте жақсы болды. Өйткені біз осы мәліметтер арқасында қазіргі кезде өзімізге не керегін толықтай түсіндік. Тағы айтатындар ма? Менің пландарым 180 градусқа айналып. Шыны керек. Алматының әдемі болғанына байланысты өте әдемі қалада, сондықтан да ояққа қайтып келуге тағы да желание пайда болды. Тем более біз бірінші рет барғанымызда, Әлбекіміз біз үшін тауларды көрген, сол медеуді барлығы прям мотивация болды. Кішкентай бала сияқты қуандық қана бәрін көрген. Кішкентай бір тауды көреміз, мынаны қарайды, прям машинада отырғанда. Сосын университеттердің өзі түрлері, то, что как они выглядят, ішіндегі новые прям технологии, можно назвать, прям вообще Ақтөбеге қайтқым келмейді одан кейін. Бірінші рет барған балдар әйтеуір Алматыға барғанда өзінің эмоциясын жеткізді, бірақ енді барлығымыз өзінің эмоциясын жеткізді. Ал енді қалған балдарымыз бәріміз енді бұрыннан бері Алматыға барып жүрдік қой. Енді өзіміз онша таңғалған жоқпыз, тек университеттер барған кезде ғана таңғалдық және өзіміздің жоспарларымыз біршама өзгерді. Мен айтты. Жалпы университеттерді сіздерді немен таңғалдырды? Жаңа кампустарымен ба, әлде ол мамандықтардың басқа, мысалы біз тек қана грант дейміз ғой, тек қана. Мысалы Казгаса, архитектурно-строительная академия, мен өзім соны уже бір жыл бойы қарап келетім. Мен уже білемін, что сырты не очень выглядит, еще тоже.
и көргенде мен ойладым, может басқаша болып көрінетін шығар деп интернеттен, бірақ кіргенде реально сондай болды да, не очень болды, даже строительный болса да. Бірақ ішінде кіргенде атмосфера вообще басқаша. Там видно то, что люди прям такие творческие, дружелюбные. И когда біздер даже студенттермен сөйлескенде, бірінші курсын, екінші курсын студенттермен, олар деген кәдімгідей мына жаққа келіңдер, біз сендерді күтеміз, өздеріне прям располагать ете бастады да. Енді содан кейін прям газға салып, одан сайын қатты барғым келеді. Мен де қосыламын, осындай мұхитқа барған кезде де дәл осындай впечатление болды өзімде. Солардың студенттік өмірлері өте қаныққан. Студенттері, олар не жалеют то, что они туда поступили. Бізге келіңдер, кісілерді күтеміз деп айтады. Басқа университеттер көбінесе келмей-ақ қойыңдар деп айтады. Босқа таңдайсыздар Ақшасы деді. көп. Ал бұл университеттерге оқушылар өздері түскеніне қуанышты. Маған да осы ұнағаны, мен де болашақта осылай барып мен қуанышты болдым. негізі жалпы бәрімізге ұнағаны ол мамандықтардың ұтымдылығы, қазіргі замандағы тапшылығы. Ол тек қана мысалы бізге тек бөлінетін грант қана қызыққан жоқпыз. Тек сол мамандықтардың қызық өте және сонымен қатар ол мамандықтар біздің Қазақстанға керек және ол дамуында үлкен үлесін қосады. Болашақ басқа турларға шығатын балаларға айтар тілек. Мысалға алдыда Астана туры ұйымдастырып. Вообще. Ақша ол. Сначала давайте Астана турға баратын балаларға тілек. Ақша ямаңдар. Барыңдар. Осы Алматыға баратын. Қанша тұрса да негізі көруге тұрарлық нәрсе, сол себепті кеңес беремін. Бәріміз кеңес. Бәріміз. Барған дұрыс, не пожалеете, потому что өзіңіз көптеген мәлімет аласыз. Бұл сен интернеттен оқығаннан айырмашылығы бар, өйткені Алматыда өз көзімен көрген кезде сен университеттің өмір екен, қандай екенін шын көзімен білесің. Ана досым бармады, мынау бармады деп қалып қою керек жоқ негізі. Өйткені Алматыға көбісі балдар барғысы келем деп айтты. Потом сонда уже көбісі там отсеиваться начали. Біз 8-ақ бала болып қалдық. И прям қуаныштымын, что вот такая вот команда собралась и вообще свежо. Супер. Это вас еще и сблизило, да? Очень сильно. Очень. Все, спасибо, пока. Рахмет, пока.